Сәлем құрметті көрермен, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің сабағымыз Students Bookпен жалғасады. 58-ші беттегі School Life. School Life дегеніміз мектеп өмірі. Бұл тақырып жалпы негізі мектепке арналған тақырып. Окей, енді мына жерде бірінші тапсырмаға көшейік. Тапсырмада What do you know about Bilim Innovation Lyceums? How are they different to other schools? Бұл жерде не дейді? Бұл жерде білім инновациясы лицей туралы не білесіздер дейді. Білесіздер ме жалпы, және де қаншалықты ол басқа мектептермен айырмашылығы бар, қандай айырмашылық бар деген. Енді бұл жұмыс, тапсырма негізі ауызша берілген тапсырма. Сіздер қасыңыздағы мұғалімдермен егер осы мектепті лицей, білім инновациясы лицей туралы білетін болсаңыздар, қысқаша талқылап шығуларыңыз керек сіздер in English, ағылшынша. Және де басқа мектептермен салыстыра отырып, егер де бұл мектепті білмейтін болсаңыздар, жай ғана өзі гимназия немесе өздеріңіздің тұрғылықты қазіргі оқып жатқан мектептеріңізбен басқа мектепті салыстырып талқылап шықсаңыздар да болады. Бұл ауызша жұмыс. Окей, екінші exercise number 2. Бұл жердегі тапсырма, бұл Baby School деген. Мына жерде астында мәтін берген, сол мәтінді біз оқып аударып шығамыз. Одан кейін мынау мәтінге байланысты қараңыздар. My School by Бейбит Абдуллин. Бейбит Абдуллин атындағы менің мектебім дейді. Осы мектеп, жаңа мына айтып кеткен осы мектеп туралы сипаттап барлығын айтып шығады. Бірақ мына сызықшаның орнына 1, 2, 3, 4 берілген ғой. Осы сызықшаның орнына біз мына сұрақтарды нұсқасымен қойып шығуымыз керек екен. Алдымен біз оны қоя салмаймыз, себебі мағынасы не жазылғаны білмейміз. Сол үшін біз бірінші аударамыз. Біріншісі бұл жерде параграфпен берілген. Біріншісі қараңыздар, I go to Bilim Innovation Lyceum деген. Мұны осыны аударсақ, it was opened in 2007, so the buildings are modern. The school has 2 buildings. One is for students in grades 1 and 2, and another is for students in grades 7 to 11. I'm in grade 6, so this is my last year in these buildings. All the classrooms in both buildings have got whiteboards, and we use up-to-date equipment in the computer lab. Окей, осыны аударатын болсақ, былай дейді. Мен білім инновация лицейінде оқимын. Ол 2007 жылы ашылған, сондықтан ғимараттары заманауи болып табылады. Мектепте 2 ғимарат бар. Бірі 1 мен 6 сыныптардың оқушыларына арналған, яғни 1 мен 6 сынып аралығындағы оқушыларға, ал екіншісі 7 мен 11 сынып аралығындағы оқушыларына арналған дейді. Мен 6 сыныпта оқимын. Сондықтан бұл ғимаратта соңғы жылым болып табылады, және де 2 ғимараттағы барлық сыныптарда тақталар бар. Және біз компьютерлік кабинетте заманауи жабдықтарды қолданамыз делінген. Енді бұл жердегі қайсы мағынасын түсініңіздер. Бұл жерде қайсы сұрақ келіп тұр. Мен бұл жердегі сұрақты B нұсқасын алғам, себебі бұның сұрағының аудармасы Where do you go to school and what's it like? Сен қай мектепте оқисың, және де саған не ұнайды, оның ішіндегі. Бұл жерде немесе қай мектепке барасың деген мағынада берген, go деген. Бірақ бұл жерде олайды десек болады. Барып жүрмін, оқып жүрмін деген мағынада берілген ғой. Сондықтан Б нұсқасы болады біріншісі. Екіншісін аударамыз. We can study lots of languages. Our lessons are in Kazakh and English, but we also learn Russian and Turkish. I study Mandarin, so I also come to school on Saturday. I don't mind because I enjoy the lessons деген. Мінекей, бұның аудармасы. Біз көптеген тілдерді оқи аламыз. Біздің сабақтарымыз қазақ тілінде және ағылшын тілдерінде өтеді. Бірақ біз орыс және түрік тілдерін де үйрене береміз дейді. Мен Қытай тілін оқимын, сондықтан сенбі күні де мектепке келеді екенмін дейді. Келеді екен, маған ұнайды, себебі сабақтардан мен ләззат аламын дейді. Яғни
ұнағандықтан дейді. Бұл жердегі енді мағынасы түсінікті. Екінші тапсырманың сұрағын қайсын деп алдым мен? Екіншісі F нұсқасы болады. Себебі бұның сұрағы What languages do you learn? Сен қандай тілдерді оқисың дейді. Қандай тілдерді оқып жүрсің дейді. Сондықтан F нұсқасын алдық сұрағына сай. Ағарай, үшіншісінде The lessons on Saturday are 4 optional subjects. Our main lessons are on Monday to Friday, but lots of people choose to do something extra. We like to keep busy. Бұл жерде не делінген? Сенбі күнгі сабақтар қосымша пәндерге арналған. Біздің негізгі сабақтарымыз дүйсенбіден жұмаға дейін өтеді. Бірақ көптеген адамдар қосымша бірдеңе істеуді тыңдайды. Біз үнемі бос болмауға тырысамыз делінген екен. Енді бұның мағынасы түсінікті әрине. Бұның несі жауабы бізде не болады екен? Үшіншісінің жауабы бізде H нұсқасы. Себебі бұл жерде сұрағы What days do you go to school? Сен қай күндері мектепке барасың дейді. Яғни бұл жерде күндерін сұраған, жауабында бізде дүйсенбіден жұмаға дейін өтетінін айтып кеткен. Окей. Енді төртіншіміз бізде мінекей мына жақта берілген. You can do lots of things. There are also lots of sports facilities. For example, there is a swimming pool and sports and dance halls. We can use this in after-school sports clubs as well as in lessons. I go to clubs twice a week. I learn karate on Tuesday and I go to my first brown belt last term, and on Thursday I learned to play the dombra. I can also play the guitar, so it's easy for me and it's fun. Бұл жерде не делінген? Аударамыз. Бұл жерде не делінген? Сен көптеген заттармен, нәрселермен шұғылдана аласыз дейді. Сондай-ақ спортпен шұғылдануға арналған көптеген мүмкіндіктер бар дейді. Мысалы, мұнда жүзу бассейні, спорт және би залдары бар. Біз оларды сабақтан кейінгі спорт секцияларында да, сабақ кезінде де қолдана аламыз. Мен апта сайын 2 рет үйірмеге қатысамын. Сейсенбі күні карате үйренемін. Өткені 90-да мен қоңыр белбеу алдым деп айтып жатыр. Ал бейсенбі күні домбыра ойнауды үйренемін. Мен гитарада ойнай аламын. Сондықтан бұл маған оңай және қызықты деп жазылған екен. Бұның төртінші деп қойған. Төртіншіміздің жауабы бізде A нұсқасы болады. Себебі бұның сұрағы What can you do at school? Сен мектепте не істей аласың? Бұл жерде көрдіңіздер ме? Мына A нұсқасы болады. Бесіншімізде бізде не делінген? Бесіншімізде Yes, I do. I go to school early. I arrive at 8 o'clock. I have breakfast in the canteen. I also eat lunch there. It's a big, bright room. We can eat 3 meals a day at school and the food's always hot and healthy. I really like the sausages. Бұл жерде аудармасы солай, мен мектепте ерте келемін мектепке. Сағат 8-де жетемін дейді. Таңғы асымды асханада ішемін. Сондай-ақ түскі асты да сол жерде ішемін. Асхана үлкен әрі жарық бөлме. Біз мектепте күніне 3 рет тамақтана аламыз. Және тамақ әрқашан ыстық әрі пайдалы. Маған шұжықтар өте ұнайды. Бестің жауабы, бізде бестің жауабы не дейді? Бестің, қазір айтамыз, бестікі C нұсқасы болады. Себебі бұның сұрағы Do you have any meals at school? Мектепте сен тамақтанасың ба дейді. Ал бұл жерде біз бесте жаңа айтып кеттік, таңғы асты, сағат 7-де жететін таңғы асты және асхана туралы айтылып кеткені көрініп тұр. Сондықтан бұл жерде бізде бесте C нұсқасы болады. Енді 6-да It's a library
I sometimes go there after lunch. There are lots of books, and I love discovering new authors or looking for information делінген. Бұл жерде енді аудармасы бізде бұл кітапхана, мен кейде түскі астан кейін сонда барамын. Онда көптеген кітаптар бар, және мен жаңа авторларды немесе оқуға қызықты кітаптарды іздеуді ұнатамын делінген. Бұның жауабы бізде 6-шының сұрағы қандай болады? 6-шының сұрағы мінекей. G, what's your favorite place in the school? Сен мектептің қай жерін ұнатасың дейді. Яғни қай жерін ұнатасың дегендегі мен жаңа айтып кеттім. Бұл кітапхана деп мінекей жауабында. Окей, жетіншісі yes, I do, I like it because it's very friendly. I've got lots of friends here. We often go to each other's home after school and help each other with homework. Бұл жердегінің аудармасы я солай, маған ұнайды, себебі мұнда өте достық атмосфера бар. Менің мұнда көп достарым бар. Біз жиі сабақтан кейін бір-біріміздің үйлерімізге барып, үй тапсырмаларын бірге орындаймыз дейді. Бұның сұрағының, бұл жерде не болады? Қазір көрейік. Нені қойдық бұл жерде? 7-ге и нұсқасын қойдық. Do you like your school? Сен өзіңнің мектебіңді ұнатасың ба дейді. Мінекей осы сұрағымыз сай кеп тұрады 7-ші мәтінге. Енді бұл жерде артығы, бізде артығы де нұсқасы болып тұр. When did you start going to the school? Сен мектепті оқуыңды қашан бастадың деп бұл жерде ол туралы айтылмаған. Бұл жерде қолданылмаған, бұл мәтіннің ішінде жоқ. Сондықтан not used деп жазды, қолданылмаған. Окей. Next, exercise number 3. Read the text again and answer the question. Сұраққа жауап береміз біз жаңағы текстке байланысты. Бұл жердің жауабы бізде жаңа мен сіздерге барлығын аударып бердім, түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Бірден жауабын айтып кетемін. How many buildings are there at Baby's school? 2 buildings. What days of the week does he go to school? Monday to Saturday. How many languages does he mention? 5 languages. Kazakh, English, Russian, Turkish and Mandarin. Mandarin деген тіл болады екен. Ары қарай 4-те. What time does he arrive at school? He arrives at 8 o'clock. Жаңа айтып кеткем, 8-де оралады деп е. 5-те. How many times a week does he do karate? He does karate once a week. Оны да жаңа мен айтып кеткеме. Where does he sometimes go after school? To the library. Жалпы осылар болады. Okay, next exercise number 4. Find words in the text that go with the words in 1-6 деп қойған, е. Бұл жердегі біз текстің ішінен аламыз. Up to date дегеніміз equipment, яғни мына ішіндегі сөздерді тауып, соның жанына жазады екен біз. Мына жерде сызықшаның орнына. Бұның мен жауабын дайындап қойдым. Мінекей жауабы up to date equipment, sports facilities, main lessons, dance hall, after school sports clubs, bright room. Бұны өте оңай, себебі мәтіннің ішінен тауып алып, қарап, мұқият жазсаңыздар да болады. Okay, exercise number 5. Ask and answer the question. Сұрақтарға өзіміз жауап береміз. Әр оқушы өзінің жеке жауабы әртүрлі болады. Мінекей мен өзімнің жазғаным оңай етіп жаздым. What do you think it's good or bad about Baby's school? Сіздер қалай ойлайсыздар? Бейбіт атындағы school, жаңағы мектеп дейді. Жақсы ма әлде жаман ба дейді. I think it's good. Мен жауабын жаздым. Я, ол жақсы деп ойлаймын деген сөз деп. Келесі. What do you like about your school? Сен өзің мектебің туралы, мектебіңде нені ұнатасың? Мектебінің именно қай жерін деп тұр, е? Мен жаздым, I like my school's canteen. Яғни мен мектептің асханасы ұнатамын деп. What extra activities can you do? Сен қосымша қандай іспен айналыса аласың? Яғни мектепте деген мағынада берген. I like learn Spanish language and playing guitar. Мен Испания тілін
үйренгенді ұнатамын, себебі ол өте әдемі тіл болып табылады. Енді әрқайсының ойы әртүрлі. Сөйтіп жаздым, және де гитарада ойнаймын дейді. Ол мектептен тыс, иә. Окей, 4-те. What do you do at break time at school? Мектеп үзіліс кезінде, қоңырау кезде не істейсіз деп қойған еді. 4-те бізде жауап бердік. At break time, I play my friends or do task if it's difficult. Жаңа үзіліс кезінде мен достарыммен ойнаймын, немесе тапсырма орындаймын, егер ол қиын болса дедім. 5-ші. What differences are there between Baby's school day and your day? Бейбіт мектебінің мектебі, яғни жаңағы оқып кеткен мәтіндегі мектеп пен сіздің мектебің күніңіз қалай өтеді? Оның екеуінің бір-бірінен айырмашылығы неде дейді. Айырмашылығы бар ма дейді, иә, екеуінің арасында. Енді мен былай жаздым. The differences between Baby's school and my school is learning different languages. Ол мектеп пен мен мектебімнің арасындағы айырмашылық мен үшін ол жаңағы әртүрлі тілдерді оқу, үйрену. Мен осылай алдым. Мүмкін сіздердің жауаптарыңыз басқа болар. Өздеріңіз ойланып жазарсыздар. Бұл қайталап айтам, 5-ші тапсырманың әр оқушының жауабы әртүрлі болады. Мен примерно осылай етіп жаздым. Окей, осымен біздің құрметті көрермендер, сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақты өткізіп алмас үшін менің арнама міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.